Республикалық әділет ТВ телеарнасында берекелі өңір жобасы көрерменге ұсыныла бастады. Бағдарлама авторы журналист Бағлан Оралханова. Бұл тележоба Қазақстанның барлық өңірлерінің қалалары мен аудандарының шынайы тыныс-тіршілігін көрсетеді. Экономика, өндіріс, жаңа технологиялар, өнеркәсіп және экспорт еңбегімен танылған адал азамат. Жалпы берекелі өңір бағдарламасының негізгі мақсаты бұл елді мекендер, шалғай жатқан ауылдардың әлеуметтік инфрақұрылымы дамуы, қандай инвестиция тартылып жатыр. Осы мақсатта жұмыс жасап жатқан жергілікті халықпен, оның үстіне халықпен әкімдік бірге жұмыс жасау керек. Бұл бағытта әкімдерден сұхбат алып, өңірдің дамуы туралы бағдарлама. Ең маңыздысы, өңірлерде жоспарланған жұмысқа талдау жасалады. Халық пен билік арасындағы кері байланыс нығайтылмақ. Ауылдың тыныс-тіршілігін көрерменге осы әділет телеарнасы арқылы қалай өмір сүріп жатқанын, қандай әлеуметтік инфрақұрылымдар дамып жатқанын, осының бәрін көзқарақты көрерменге біз ұсынатын боламыз. Апта сайын Отау спутниктік желісіндегі 52-ші арнадан біздің шығармашылық топтың эксклюзивті сұхбаттарын, мазмұнды талдау мен танымдық репортаждарын жіберіп алмаңыздар. Саят Айдосұлы, Илдар Жүнісханов, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар бөлімі.